Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге құрамына асқабақ қосып жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, нәзік және де құрамында асқабақ бар болса да, асқабақтың дәмі білінбейтін осындай пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен асқабағымызды үккіштің орташа көзінен өткізіп аламыз. Достар, сонымен қатар менің каналымда әртүрлі құрамына асқабақ қосылған видео рецепттер бар. Егер де көрмеген, тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Денсаулыққа пайдалы асқабақтан жасалған табиғи шырынның видео рецептісі және де блинидің видео рецептілері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Енді осыған айранымызды қосамыз. Менде домашний айран. Оның үстіне қанттымызды саламыз. Осылай бірден барлығын салып аламыз. Енді оның үстіне манная крупамызды саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық разрыхитель саламыз. Және де 1 ас қасық лимонның цедрасын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бар болғаны осы, өте қарапайым және де қолжетімді ингредиенттерден жасалынады. Және де құрамы табиғи, таза, және де ол жерде лимон, асқабақ қосылатындықтан өте пайдалы пирогтардың қатарына жатады. Сондықтан міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Аса көп уақытыңызды алмайды, өте оңай, жеңіл дайындалады. Міндетті түрде қазіргі күздің асқабақтың сезонында жасап көрулеріңізді ұсынамын. Барлық қоспамызды араластырып болдық. Енді осыны формамызға құямыз. Менде осындай асты жабыспайтын форма, сондықтан мен майламадым. Егер де сіздерде дәл осындай форма болмаса, онда міндетті түрде сары маймен шетін және де астын барлығын майлап барып құясыздар. Енді барлығын тегістеп алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минутта піседі. Пісіп шыққанын өзіңіздің пештеріңізге қарап көресіздер. Әр пештің қысымы әртүрлі, сондықтан міндетті түрде қарап отырыңыздар. Пісуге 10 минут қалған уақытта сиробын дайындаймыз. Қантымызға суымызды құйып, араластырамыз. Лимонның шырынын қосамыз, араластырамыз. Қайнағанға дейін ұстаймыз. Қайнағаннан кейін оттан алып, дәл ыстық қалпында ыстық пирогтың үстіне құямыз. Мінекей, біздің сиробымыз қайнады. Енді осыны оттан түсіріп, бір шетке қойып қоямыз да пирогымызды духовкадан шығарамыз. Дәл осылай ыстық қалпында ыстық сиробымызды құямыз. Барлық жеріне құйып шығамыз және де ортасына сіңу үшін осылай пышақтың көмегімен тесіп шығамыз. Сироп пирогқа сіңгенге дейін ұстаймыз. Сиробы сіңіп, суығаннан кейін формасынан шешіп ұсына берсек болады. Менде пирогтың сиробы толық сіңген жоқ. Сонда да мен асығыс болғаннан кейін сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Егер де пирогтың сиробы толық сіңбесе, онда қолдарыңызға жабысып тұрады. Пирогтың сиробы толық сіңсе, онда қолдарыңызға жабыспайтын құрғақ пирог шығады. Бұл пирог қатты тәттіні ұнатпайтын жандарға арналған. Өте тәтті болмайды. Құрамына асқабақ қосылғаны да білінбейді. Дәмі өзгеше. Bir жасағаннан кейін жасағыңыз келіп, жегіңіз келіп, аппетитіңізді ашып тұрады. Себебі бұл пирогтың ішіне біз лимонның цедрасын қосып дайындаған болатынбыз. Сондықтан сіздерге дәл осы пирогты жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте дәмді және де қатты тәтті болмайды. Bir жасағаннан жасағыңыз келіп тұрады. Ас болсын.